Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Бұл видеодан кешегі әңгіменің жалғасын тыңдай аласыздар. Алдыңғы буын ағалар неге сонша қатыгезсіздер дедім. Неге олай дейсің дедіңіз. Солай дедім мен. Сендер бізден кейінгілер алдыңғылардан да қатқыл болайын деп тұрсыңдар ғой дедіңіз сіз. Мен газеттің иісіне ғашықпын, сенесіз бе дедім мен. Журналист болайын деген қыздың бірісің ғой демек, дедіңіз сәл тірілмекке талпынып. Қазір қаламгер қыздар көбейіп келеді. Біздің уағымызда бірең-сараң еді. Мен көптің бірі емеспін, дедім мен тістене түсіп. Көптің бірі деп тұрғаным жоқ айналайын. Журналист болғысы келетін қыздар аз емес екенін жеткіздім. Мендей қыздар көп емес, дедім сізбен салғыласа түсіп. Мен де жазып жүрмін, бірақ сіздер оқымайсыздар ғой ондайды. Қандайды? Дедіңіз. Оны қайтесіз? Бәрібір оқымайсыз. Әпкелеріңе бармай кеттің-ау осы? Деп сұрадыңыз. Жүрегім аузыма тығыла жаздады. Байқайды екен-ау, іздейді екен-ау мені, деп үміттеніп, не дерімді білмей қалдым. Мен сізді түк қоймастан, тақырлап, кемсітіп, жеп оқимын, дедім мен. Батылым жетіп. Игар әке сонда бар ғой, орныңыздан тұрып кеп, қолымды алғаныңызда, алақанымды алақаныңызға қондырғаныңызда, сіздің мойныңызға асыла кетпекке әзір едім мен. Рахмет, дедіңіз тек қана. Өлі күйде ғана, әлде оянар, неғыпты сонша, бірдеңе дер, ең құрығанда құлағыма үніңізді тосарсыз. Дегендей елестеттім, елттім. Бәрібір сіз сол күйі үн қатпадыңыз. Өз-түссіз отыра бердіңіз. Осында ұсынған кітабыма селсоқ қана санаулы сөздер жаздыңыз. Іштей булыға жылап, көз алдымда жасымды шығара еңкілеп, еңіріп кеттім. Есуастың санасына шықпайтын елестетейін сонда да ойдан кетпейсіз. Салқын жазды деген қолтаңбаңызды қаншалықты қымбат дүниеге айналғанын білмейсіз ғой қазір. Білмейсіз, түсінбейсіз, сезінбейсіз. Бірер минут бұлқан-талқан түтігіп, тұла бойымды ыза кернейді де, іле-шала сағына бастаймын сізді. Жастығымның астындағы қоңыр кітапты алып, қысамын кеудеме, басамын бетіме, дедім. Селсоқ салғырт отыратын сізді оятып, өзіңізді өзгерткім келетін. Әншейінде әзілдеп, жымия күлімсіреп жүретін әдетіңізбен неге жаңылғансыз? Әлде жұмысыңыз жайсыздау ма? Немесе бірдеңе жазарда осылай назарыңызды назалы күйге түсіресіз бе? Өзімше өзгешелеу деп санаған бір дүнием газетте жарияланды. Оқыдым екен деп ойлаумен болдым. Білгенше, көргенше асықтым. Сәті түспеді. Икемделмеді. Қайтадан қырсықтым. Қайткен күнде де бір басылымға орналасып алып, көптің бірі еместігімді дәлелдегім келді. Бір газеттің бас редакторына кірдім. Әлгі дүниемді алып бардым. Қиындысын. Мынаны оқып шығуыңызды өтінемін, дедім бас редакторға шегендей сөйлеп. Оқыдым, деді ол. Сен қыз бізге мектепте жүргеннен жазып тұрушы ең ғой, оқта-текте болса да. Бұл жазғаныңда бірдеме бар сияқты, ұнады. Бірдеңе бары рас па, дедім. Айтып отырмын ғой, жаттанды емес, жасандылық жоқ, деді бас редактор. Мені мектептен білесіз ғой? Білеміз, жас тілшілермен тізіміне жыл сайын ілінетінсің. Олай болса, мені жұмысқа аларсыз. Бас редактор басын қисайта ойланып қалды. Орын жоқ. Оның үстіне не деп қырсықтым мен. Оның үстіне мамандық алып үлгерген жоқсың ғой әлі, солай емес пе? Былтыр құлап қалған, биыл түсемін, дедім мен. Солай де, сен әуелі түсіп алғын, сосын бізге оқта-текте емес, жиі-жиі жазғын, жарай ма? Орын босап жатса көрейік. Түсемін сырттай бөлімге, сіздің газетке қалайда орналасамын. Батылдығың ұнап тұр, деді бас редактор жымия қарап. Біздің жақтағы мәдениет сарайында жерлес қаламгерлердің мерейтойы өтетін еді. Ондай кештерді онша жақтырмайтын
бәлем бар. Сіздің келетініңізді сезіп, сол тойды асыға күттім. Күнді батыра алмадым, сәт-сағат санадым. Қанат біткендей ұша жөнеліппін сол күні. Бірақ сізді сағынғаным соншалық, ешкімге де, ештеңеге де мән берместен, жыламай қойған жанарыңыздан жақыннан жанарыңызға қарап, бетіңізден сүйгім келді. Сүйіңізші мені деп сыбырлағым келді. Сіз қолымды ғана алып, бас изедіңіз де өте шықтыңыз. Ерік-жігерімді басып кеткендей болдыңыз сол сәтте. Бірақ сонда да мен онша өкінбедім. Көргеніме, алақаныңызға алақанымның жанасқанына қуандым. Бақытты санадым өзіңізді. Келмегеніңізде, көрмегенімде ше, нендей күйге түсер едім, дедім. Мерейтойдың жиналысы тәмамдалғанша төралқадағы сізден көзімді алмағам. Тойдың дастарханына бардық. Қарсы бетіңіздегі үстелге жайғасып, рахаттана көз қандырдым. Жалқы мәрте назар жықпадыңыз. Бәрібір сіз қатысқан жерде бақытты екенмін. Көңілім көркейіп, жаным жай тауып, жүрегім елжіреді. Бірақ бидің кезінде бәрі қайта бүлінді. Жан дүнием астан-кестең, іштегі қырсық сыртқа шықты. Ыдыс-аяқтың бәрін шетінен қиратқым келіп, аласұра алақтадым. Себебі сол, сіз басқа біреумен қайта-қайта биледіңіз. Мені қаперіңізге де алмадыңыз, көзге де ілмедіңіз. Сізді біреулер, сізден басқалар шақыра бастады. Созғам қолым жетпеді-ау сізге. Арманда қалып, жердің астына қаштым. Сол жылы сырттай оқуға түсіп, баяғы бас редактор уәдесінің үдесінен шығып, газетке жұмысқа орналастым. Не жазсам дағы сізден қаймығып, қатты қиналысқа түсетінімнем. Осынымды ол кісі оқиды-ау деп, бір жазғанымды 1000 мәрте жөндейтінмін. Сіз оны да білмейсіз, сезбейсіз. Түк те білгіңіз, сезгіңіз келмес. Сонда да сіздің анау шығармаңыздағы сұлу қыз сияқты лирикалық кейіпкермен бірге шомылғым келер. Жоғарғы сыныпта жүріп, ғашық болатын бозбала кейіпкеріңіздің орнына өзіңізді қойып, ұзақ-ұзақ түндер бойы ұзақ та ұзақ хаттар жазғым келетін. Бірінші болып өзімнің сүйгім келетін, басқаны емес, тек қана өзіңізді. Әпкемнің балконы алдында жылы жымиып, күлімсіреу әзілдеуін мүлде ұмытқан, енді селт етпеуге кеткен бізді, сізді сүйгім келетін. Газеттің жаңа жас тілшісі екенімді малданып, қарағанның биіктігінен нұрланатын ұмытылмас жұлдызыма алданып, алдыңызға жиірек барғыштадым. Бірер айдың жүзінде 10 бардым ба, 100 бардым ба білмедім. Айтпақ түгіл сездірмекке бата алмай, қайта-қайта қайтатынмын. Сау қайтпаймын әрине, от боп жанам, ішкі сыртым алаулап. Сіз сол күйі манаурап. Осылайша күндер өтті нешеме, айлар өтті қаншама, жылдар да жылжып сусыды. Баяғыда сіздің шуағыңыздан шоқ түскенде, сары жапырақта күз еді ғой. Өріктің басы қызыл жанжылданып тұратын. Міне 7-ші күз келіпті. Күні ертең бәрі қардың астында қалмақшы. Менің жетім сезімім 7 күзді өткерді жеміссіз. Ендігі жерде мен сізді мазаламаспын, бармаспын алдыңызға, алмаспын алтыннан қымбат уақытыңызды, елемей-ақ, елтімей-ақ қойыңыз. Менсінбедіңіз мені, селсоқ салғырт отыра бердіңіз меңірейіп. Ризамын сізге. Не үшін? Дерсіз-ау бәлкім. Бәрі үшін. Мені өзіңізге ғашық ете алғаныңыз үшін. Үндемегеніңіз тіпті үнсіздік те сізге жарасады. Мың алғыс сізге. Себебі сіз маған емес, мен сізге ғашықпын ғой, деп қоштасып-ақ бақтым өзіңізбен. Болмады. 2 күнге әзер шыдадым. Қайтадан табысып, кітабыңызды аймалап сүйіп, ақын болмасам дағы бірдеңелерді шимайлаймын келіп. Мен сізді сүйген қызбын, бірге от боп жанамын, бірде мұзбын. Өзгелердің бақытын күндемедім, желкен жалғыз, жаныңыз бір дебедім. Қиялымда сүйгенде күз еді күз. Аспандағы жұлдызым сіз едіңіз, білмедіңіз бе 7 күз жылағанымды,
тағдырдан тек сізді ғана сұрағанымды. 7 күн емес, 7 жыл бойы аңсадым сізді, жаныма серік еттім сыбаға мұңды. Бетімнің сүт шұқыры оймақтанушы еді. 7 күз өткенше, енді қиылып қияс сызнақтар, сұрлана күз келді тағы да. Міне, өзіңізге соңғы рет кірдім. Сонда соңғы мәрте кіріп отырғанымды да сезбедіңіз сіз. Түсінбедіңіз түкте. Сол күні күйеуге шықтым. Артымнан қалмастан жүгіріп жүргендердің бірі. Алып қашуға батылыңыз жете ме дедім. Қашан, деді ол. Бүгін, дәл қазір, дедім мен қырсығым түгел сыртыма шығып, ыстығым тұтас ішіме түсіп. Амал нешік, күйеуге тигеннен кейін сізге телефон соғатын болдым. Сіздің «я, бұл кім, тыңдап тұрмын» деген сөздеріңіз және әрине үніңіз мен үшін қаншалықты қымбат екенін білмейсіз, біле алмайсыз. Сізге содан бермен қарата үнемі қоңырау шалатын беймәлім жанның кім екенін сезесіз бе, сезбейсіз. Өзіме өзім ұрсып, жер-жебірме жететінмін. Сөйте тұрып-ақ телефонның құлағына қолымның қалай барып қалғанын таңырқай, содан кейін ойыма тоқтай алмаймын. Даусыңызды әлгіндегідей сөздеріңізді естіп отырамын-дағы бар екен ғой, аман жүрсінші деймін, іштей күбірлеп, тұтқаны орнына қойып. Күндердің бір күнінде арғы жақтан бөтен біреу бейтаныс дауыс жауап қатып, аңсар үнді естудің өзі арман боларын ойласам, зәрем ұшатын. Осыдан 3 күн бұрын сондай сұрапыл сағат соққандай сенделдім. Сөйтсем, сізді әлгі ұзын да биік үлкен үйден шығарып жіберіпті ғой дөкейлер. Сізге адам көп келеді, басқа кеңсеге көшірілсін деп шешіліпті. Ал мен шынымен-ақ шейіт кете жаздадым. Қазір телефоныңыз да жоқ екен. Содан осынау жазбамды шимақтайып, бұрынғы біраз хаттарымды да қоса жолдап отырмын. Бәріңізді өз еркіңізде. Бір бума хаттарымды алып барар сенімді досым айтады. Кітаптағыдай дос болып қалмайсыздар ма деп. Дос болмай-ақ қойыңыз. Қасым деп те қабылдамасам анық. Тек аман жүріңіз. Сізді сүйген Ақнұр деп аяқтады хатын.